Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен бірге бірінші сынып ана тілінің 56-шы сабағын бірге орындаймыз. Сабақтың тақырыбы сөз және оның мағынасы. Сөз дегеніміз балалар, заттың, құбылыстың атауы. Сөздер, мағынасы қарама-қарсы сөздер, мағынасы бір-біріне жуық сөздер, дыбысталуы бірдей, мағынасы әр басқа сөздер болып бөлінеді. Бірінші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Жаман жолдас. Екі дос келе жатты. Алдарынан бір аю шығыпты. Бұлардың біреуі ауру екен. Екіншісі мықты, жас жігіт еді. Ол аюды көрді. Сонан соң бір биік ағаштың үстіне шығып кетіпті. Ауру жігіт өлген адамға ұқсап жата қалады. Аю қасына келіп иіскелейді де жөніне кетеді. Аю құлағыңа не деп сыбырлады дейді жолдасы. Жолдасын тастап қашатын адаммен дос болма деді депті. Ыбырай Алтынсарин. Балалар, біз бәріміз бірге мәтінді түсініп оқыдық. Енді тапсырмаларды орындаймыз. Бұл әңгіме ме, әлде ертегі ме? Сендер қалай ойлайсыңдар? Бұл ертегі. Себебі аюдың адам сияқты сөйлеп, ақыл айтуы туралы жазылған. Бұл жануарлардың тілдесуі тек ертегілерде кездеседі. Сондықтан ертегіге жатқызамыз. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Екі достың алдынан не шықты? Екі достың алдынан аю шықты. Екі достың бір-бірінен қандай айырмашылықтары бар? Бұлардың біреуі ауру, екіншісі мықты, жас жігіт болды. Аю құлағына не деп сыбырлады? Аю құлағына сыбырлаған жоқ. Аю қасына келіп иіскеледі де жөніне кетті. Жаман сөзіне қарама-қарсы мағыналы сөзді тап. Жаман сөзіне қарама-қарсы мағыналы сөз жақсы. Ал енді балалар, екінші жаттығуды дәптерімізге жазамыз. Көп нүктенің орнына бағанның оң жағындағы сөздердің тиістісін қойып жаз. Қант тәтті, ал бұрыш ащы. Қар ақ, көмір қара. Арша биік, шырша аласа. Осы жаттығуды дәптерімізге жазып аламыз. Енді үшінші жаттығу. Үшінші жаттығуда суреттегі заттардың ішінен жемістер мен көкөністерді тауып, себеттерге сал деген. Бұл жерде жемістерді қызыл себетке, көкөністерді көк себетке саламыз. Яғни бірінші суретте көбелек көрсетілген. Осы көбелектің басы сәбізден жасалған, ал қанаттары қияр мен өріктерден жасалған. Екінші суретте моншақтың арасында, яғни қызанақ, шие және алма жасырылған. Ал үшінші суретте доптардың арасында қарбыз жасырылған. Енді осыларды әрқайсысын өз себеттеріне саламыз. Жемістер деген себетке қарбыз, алма, шие, өрікті саламыз. Ал көкөністерге қызанақ, сәбіз, қиярды саламыз. Ендігі тапсырма, оларды түрі мен түсі жағынан салыстырып айт. Үлгіде берілген: қарбыз жасыл, алма қызыл. Ал енді біз айтамыз: сәбіз қызғылт сары, қияр мен қарбыз жасыл. Шие қызыл, өрік сары. Ал енді төртінші жаттығуды дәптерге жазамыз. Мағынасы қарама-қарсы сөздерді
жұптап жаз. Бұл жерде ащы, қатты, жұмсақ, қиын, оңай, тәтті деген сөздер берілген. Осыларды мағынасына қарап, қарама-қарсы сөздерді жазамыз. Ащы, тәтті, қатты, жұмсақ, оңай, қиын. Ал енді осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.